Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Hello dear students. Менің Жаннұр English арнама қош келдіңіздер. Welcome to my channel Жаннұр English. Бүгінгі сабақта біз сіз шетелдікпен сөйлесіп отырған кезде оның сөзін түсінбей қалсаңыз, тағы да бір рет айтып жіберші деп өтінудің 10 түрін үйренетін боламыз. Жақсы, сонымен ең бірінші және қысқа ғана сөзіміз sorry, яғни кешіріңіз. Енді сіз кішкене түсінбеген түрмен бүйтесіз ғой. Sorry, немесе sorry дейсіз, одан кейін сіздің жаныңыздағы адам сіздің түсінбей отырғаныңызды бірден байқайды да, өзінің соңғы айтқан сөзін сізге қайталап айтып береді. Екінші сөз pardon. Бұл негізі француз тіліндегі сөз, бірақ ағылшын тіліне сіңісіп кеткен. Кешірім өтінемін, ғафу етіңіз деген мағынаны білдіреді. Pardon. Pardon. Келесі сөз excuse me, ғафу етіңіз. Бұл енді барынша сыпайы түрі. Excuse me, ғафу етіңіз. Ал енді сөйлемдерді үйренейік. Would you mind repeating that? Жаңағына қайталап жіберуге қарсы емессіз бе? Егер сіз сөйлемді would you деп бастайтын болсаңыз, бұл енді сіздің барынша сыпайы болғаныңыз. Ары қарай, repeating деген қайталау, қайталап жіберу, that, оны, яғни жаңаға айтқан сөзіңізді. Would you mind repeating that? Жаңағына қайталап жіберуге қарсы емессіз бе? Ал енді сіз дәл жаңағы сөйлемді сыпайы емес, жаныңыздағы досыңызға қарапайым түрде айтқыңыз келсе, онда do you mind repeating that? Деп айтасыз, жаңағыны қайталап жібере аласың ба? Немесе тура мағынасымен аударған кезде жаңағыны қайталап жіберуге қарсы емессің ба? Do you mind repeating that? Жаңағыны қайталап жіберуге қарсы емессің бе? Ал енді қазір ұзағырақ сөйлем үйренетін боламыз. Sorry, I didn't hear what you said. Ақырындап. Sorry, I didn't hear what you said. Кешіріңіз, сіздің не айтқаныңызды естімей қалдым. Sorry, кешіріңіз, I didn't hear. Мен естімей қалдым. What you said. What деген не, you деген сіз, немесе сен, said айтқаныңызды, айтқаныңды. Sorry, I didn't hear what you said. Кешіріңіз, сіздің не айтқаныңызды естімей қалдым. Келесі, sorry, I didn't catch that. Кешіріңіз, ести алмай қалдым. Ақырындап айтамыз, sorry, I didn't catch that. Кешіріңіз, мен ести алмай қалдым. Ал енді тура аударып көрейік. Sorry, кешіріңіз, I didn't catch. Жалпы catch деген сөздің өзі бір нәрсені тосып алу, ұстап алу деген сөз. Яғни I didn't catch. Мен ұстай алмай қалдым, мен тосып алмай қалдым. That, оны I didn't catch that. Яғни ол айтты, бірақ ол құлағымен тосып алмады. Яғни дұрыс естімей қалды. Келесі, could you please repeat that? Тағы бір рет қайталай аласыз ба? Ақырындап айтамыз. Could you please repeat that? Тағы бір рет қайталай аласыз ба? Could you дегеніміз would you сияқты сыпайы сөйлегенде қолданылатын сөз. Please өтінемін, repeat, to repeat, қайталап жіберу. That, оны. Could you please repeat that? Тағы бір рет қайталай аласыз ба? Ал енді арасына сіздің түсінбегеніңізді де кіргізіп жіберейік. I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that, please? Кешіріңіз, мен сізді түсінбедім. Тағы бір рет қайталап жібере аласыз ба? Өтінемін. I'm sorry. Кешіріңіз, немесе кешірім өтінемін. I don't understand. Мен түсінбеймін. Немесе өткен шақта да айта беруге болады. Мен сізді түсінбедім. Could you repeat that, please? Could you repeat? Қайталап жібере аласыз ба?
that, оны please, өтінемін. Ал енді соңғы сөйлем. Let me repeat that just to make sure. Сіздің не айтқаныңызды дұрыс естігеніме көз жеткізуім үшін тағы бір рет қайталап айтып жіберуіме рұқсат етіңіз. Ұзақ сөйлем, бірақ ағылшыншасы қазақ тіліне қарағанда кішкене қысқалау. Let me, маған рұқсат етіңіз. Repeat that, оны қайталап жіберуге, қайталап айтуға. Just to make sure. Just деген тек қана, жай ғана деген сөз. To make sure деген көз жеткізу. Let me repeat that just to make sure. Сіздің не айтқаныңызды дұрыс естігеніме көз жеткізіп алу үшін тағы бір рет қайталап айтып жіберуге рұқсат етіңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Алдағы уақытта шетелдіктермен араласып жатсаңыздар, бұл сөздер, бүгінгі үйренген сөздер сіздерге міндетті түрде қажет болады. Сондықтан арнаға жазылыңыздар және астына міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта қандай тақырыптарды үйренгіңіз келеді, оның барлығын да астына жазып қойыңыздар. Айтпақшы, менің Мейрамгүл Жарылғасова атты көрерменім маған 2009 деген сөз ағылшын тілінде қалай айтылады, соны айтып берші деп өтінген болатын. Мейрамгүл ханым, тыңдаңыз. 2009. 2 дегеніміз 2, 1000 дегеніміз 1000. 9, 2009. Егер сіз үшін айтылуы қиын бір сөз болатын болса, оны астына жазып қойыңыз. Келесі сабақта сол сөзді сізге айтып беретін боламын. Ал енді сау болыңыздар. Goodbye.